Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте жұмсақ әрі дәмді болатын үй жағдайындағы кескістің жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар осылар. Бұның құрамын осы видеоның астына жазып кететін боламын. Әдеттегідей жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен жақсылап ағарғанша миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан соң сүтімізді жақсылап бұны да араластырып аламыз. Енді ертілген сармайымызды да салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышымыз бен ұнымызды осылай бірге араластырып аламыз. Сосын екі бөлікке бөліп електен өткіземіз. Електен өткізгендеріңіз дұрыс. Себебі електен өткізбесеңіздер арасы көтерілмей қалуы мүмкін. Енді ұнымызды бір келкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай болып шығу керек. Тым қою емес, тым сұйық емес. Осылай қамырына өздеріңіз білесіздер, салсаңыздар да, салмасаңыздар да. Мен мейіз салып жібердім, жаңғақ салсаңыздар да болады. Және басқа кептірілген жемістерді де салсаңыздар болады. Кейін мен формаға 3 қасықтан құйып отырдым. Ал сіздердің формаларыңыз кішкене болса, 2 қасықтан құя беріңіздер. Себебі сыртына тасып кетуі мүмкін пісіп жатқан кезде. Бұны майлаудың қажеті жоқ. Осылай құя береміз. 150-180 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Піскен піспегендігін осылай таяқшаның көмегімен анықтап аламыз. Біздің кексіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Осындай формада шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал ұнап жатса жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.